Адамның өзіне деген сенімсіздігі. Өз күшіне сенбеген халық та, адам да ешқашан өмір бәйгесін ала алмайды. Әлихан Бөкейхан. Адамның өзіне сенімсіздігі неден туындайды? Айталық, менің қолымнан еш нәрсе келмейді. Бастаған ісім үнемі нәтижесіз аяқталады. Туа біткен жаман мінезім бар, оны өзгерту қиын. Тағы басқа үмітсіз ойлар сананы торлап алған кезде, адам баласы өзіне деген сенімін жоғалтады да, айналасындағы жетістікке жеткен жандарға бөлек қабілет, қайталанбас талант иесі, немесе сәттілік әрдайым жанында жүретін бақ қонған ерекше тұлға ретінде қарай бастайды. Мұндай күйдегі адамның қол-аяғы жіпсіз байланып, ынжық, бейшара халге түседі. Адамның өзіне сенімділік ұялату жолдары. Әр адам Алланың әспеттеп жаратқан туындысы һәм ардақты қолтаңбасы. Сөзсіз, біз адам баласын ең керемет бейнеде жараттық деген Құранның осынау аятына назар аударсақ, Алла тағаланың әрбір адамға қабілет, қарым бергенін, түрлі қасиет пен мүмкіншіліктер дарытқан байқаймыз. Сондықтан әр пенде өзінің мына әлемде маңызды жаратылыс екенін терең түсінуі тиіс. Сонда ғана адам өзіне күмәнмен қарауды доғарып, бойындағы қуаты мен ішкі ресурстарын сарқып пайдалануына жол ашылады. Айналасындағы жетістікке жеткен жандар өзі секілді адам екенін ұғынады. Абай хәкім, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз деп, кер тартпа кесел ойды тастап, өзіне сенуге, бойдағы Алла берген қабілет, қуатты пайдалануға шақырған. Қазақтың адамның жасаған адам жасай алады дегені текке айтылмаған. Адам баласы дүниеге келгенде бір-біріне ұқсас һәм бірдей туылады. Мектеп қабырғасында да солай. Қабілет қарымы бір-бірінен анау айтқандай алшақ кетпейді. Бірақ уақыт өте келе аралары алшақтайды. Бірі оқыған тоқыған ғалым, бірі жетістікке жеткен кәсіпкер болса, енді бірі қарапайым жұмысшы күйінде қала береді. Неліктен? Демек, уақыт желімен пайда болған арадағы алшақтық Алла дарытқан ішкі сыртқы ресурстардың дамуы нәтижесінде пайда болып отыр. Әйтпесе, жетістікке жеткен жандар аспаннан салбырап сұйық салған жоқ. Рас, кейбір адамның қайсыбір қырлары ерекше талант, өзгеше дарынды болуы мүмкін. Бірақ сенің де өзің әлі қолдана алмаған ішкі ресурстарың, мән бермей жүрген қабілет қарымдарының бар екенін ұмытпа. Соларды тауып жетілдіруге ұмтыл, дамытуға әрекеттен. Тіпті өзіңнің кейбір әлсіз қабілеттеріңді үздіксіз еңбек пен арнайы жаттығулар арқасында жетілдіріп алуыңа әбден болады. Сонда сен көштен қалып, ескі жұртта омалып отырмайсың. Ең бастысы Абай атамыз айтқандай, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Демосфен. Айтар ойын толық жеткізе алмайтын, екі сөйлемнің басын құрай алмайтын адамдар арнайы жаттығып, сөз саптау тәсілдерін меңгеріп, уақыт өте келе дүлдүл шешен, жарты әлемді аузына қаратқан мықты оратор болғаны тарихтан белгілі. Мысалы, көне грек ділмәрі Демосфен біздің дамуымызға дейінгі 384-322 жылдар. Бала кезінде тілі мүкіс, тотықпа болыпты. Даусы да бәсең, тынысы әлсіз, өзі ұялшақ. Сөйлегенде екі иығын қайта-қайта көтере береді екен. Ол аузын ашса, жыр-жынды адам көргенде күлетін көрінеді. Осындай кемшіліктеріне қарамастан, ол көпшілік алдына шығып, ойын еркін, шешен жеткізуді іштей қатты армандайтын. Ол мақсатына жету үшін әртүрлі жаттығу жасауды қолға алады. Даусын теңіздің жойқын шуылынан да жоғары шығару үшін ол аузына қиыршық тастар салып, шуылымен жарыса айғайлайтын. Итті әдейі ызаландырып, одан ыр әрпін дұрыс айтуды үйренген мыс. Ел көзінен тыс оңаша жаттығу үшін шашының жартысын қырып тастайтын болыпты. Сөйлегенде иығы көтерілмес үшін қылыштың өткір жүзін асып қоятын әдіс қолданды. Осындай жаттығулардың арқасында Демосфен әлемдегі ең үздік шешен, мықты оратор ретінде
тарихта қалды. Тіпті ол әлем шешендерінің эквивалентіне айналды. Сөз сөйлеу техникасын шегіне жеткізді. Демек, бұл әр адам шын ниеттенсе жетістікке жететініне дәлел. Қазақтың көрей-көрей көсем, сөйлей-сөйлей шешен боласың деген мақалы бекер айтылмаған. Талаптыға нұр жауар. Әкем марқұм бала кезімде домбыра сатып алып келді. Менен басқа бауырларым бірден үйреніп алды. Менде ықылас жоқ. Оны байқаған әкем: балам, домбыра тартуды үйрен, өмірде пайдасы тиеді, достарының ортасында мерейің үстем болады деп ақыл айтты. Ал менде саз ырғағын ұғатын қабілет болмаған соң, әке сөзіне мән бермедім. Арада жылдар өтті. Жасым 40-қа келгенде әкемнің баяғы сөзі есіме түсіп, арнайы ұстаз жалдап, күй тартып үйренуге тырыстым. Алғашқыда саусақтарым қатып қалғандықтан икемге келмеді. Бірақ үздіксіз жаттығудың арқасында бірнеше күй үйрендім. Тіпті ұлым екеуміз мектеп сахнасына шығып, бірнешеуін орындап бердік. Әрине, кәсіби тұрғыда меңгердім деп айта алмаймын, бірақ жаман да емеспін. Мен туған ауыл таулы аймақ, көл жоқ. Сондықтан суда жүзуді білмейтінмін. Соның кесірінен 25 жасымда терең бассейнге батып кете жаздағаным бар. Абырой болғанда байқап қалған бір жігіт құтқарып қалды. Осы оқиғадан кейін судан өлердей қорқатынды шығардым. Кейіннен 35-ке толғанда бойымдағы қорқынышты жиып қойып, арнайы жаттықтырушы жалдап, кәсіби жүзудің бірнеше түрін меңгеріп алдым. Уақыт өте келе тоқтамастан ұзақ қашықтыққа еркін жүзетін болдым. Бұл оқиғалар өз басымнан өткен дүниелер. Яғни, үйренем деген адамға шынайы ықылас болса, кедергі деген түк емес. Көп адам өзінің бойында мүлгіп жатқан қабілеттерін ашуға батылы жете бермейді. Хамза балама домбыра үйретіп жүрген Нұрбол Сейілбек деген жігітке кемелдікке ұмтылған барлық ізгі жандарға арнап, кемел адам атты күй шығарып көрсең деп ұсыныс жасадым. Нұрбол күй тартудың шебері болғанымен, осы уақытқа дейін бірде-бір күй шығарып көрмегендіктен ұсынысымды зорға қабыл алды. Біршама уақыт өткеннен кейін күй шығарғанын қысыла жеткізді. Тыңдап көрдім. Өзіне тән бояуы бар, ырғағы да ерекше күй дүниеге келіпті. Көңілімнен шықты. Бірақ Нұрбол әлі де өзіне сенімсіз. Содан не керек? Кәсіби сазгер Ермұрат Үсенов ағаға барып шығарған күйін тыңдаттық. Ермұрат аға өзіне тән бояуы бар, ойлы әуен екен. Оркестрмен орындалса, тіпті керемет болады деп оң баға берді. Бірнеше рет қайталап тыңдады. Кәсіби сазгердің жақсы сөзін естігеннен кейін Нұрболдың ынтасы оянып, өзіне деген сенімі күшейе түсті. Туа бітті мінез өзгереме. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Абай. Адамның табиғатында туа бітті мінез болады. Ол өзгереді, һәм өзгермейді. Бұл түйінді қалай түсінуге болады? Бір биеден ала да туады, құла да туады демекші, бір әке шешеден дүниеге келген балалардың әр қайсысы бір-бір әлем, өзінше мінезге ие. Біреуі қайсар, екіншісі жұмсақ, үшіншісі жомарт, төртіншісі көшбасшы дегендей. Әр қайсының бедерленіп, алдыға шығып тұрған ерекше қасиеті, өзгеше қабілеті бар. Мәселе адамға берілген осынау қабілет-қарым дәнектерін дұрыс бағытта жетілдіруде. Өйткені кез келген жақсы жаман мінездің әу баста адам табиғатындағы мәйегі мен өзегі біреу. Мысалы, кішіпейілділік пен ынжықтық, үнемшілдік пен сараңдықтың, жомарттық пен ысырапшылдықтың өсіп шығатын тамыры біреу. Дұрыс қолдансаң қасиетің, теріс қолдансаң қасіретің болмақ. Үлкенді сыйлайтын,
көркем мінез иесі болсаң кішіпейіл, ал бүгежектеп көрінгенге басисең ынжық атанасың. Сондай-ақ өр мінез бен тәкаппарлықтың да өзегі біреу. Оны жақсылыққа жұмсасаң, Хаттабтың Омарындай мінезі өр, әділетті халифа боласың. Ал теріс жаққа қолдансаң, перғауындай жауыз боласың. Әзіреті Омардың исламға дейінгі өміріне көз жүгіртсек, мінез тұрғысынан кейінгі Омармен көп айырмашылықты байқай алмайсыз. Омар ол кезде де көшбасшы, айбатты, тік мінез, айтқанынан қайтпайтын қайсар, намысшыл еді. Осы мінезін дұрыс бағытта қолданбағандықтан, көбінесе қатыгездікке, әлімжеттікке бой алдыратын. Ал жүрегі иман шуағымен нұрланып, ислам қағидаларымен қуаттанғаннан кейінгі Омар әділетсіздікті көрсе, найзағайдай жарқылдап, күндей күркірейтін өр мінез, айбынды, қара қылды қақ жаратын, әділ де мейірбан халифаға айналды. Омардың туа бітті табиғи мінезі өзгерген жоқ, тек дұрыстыққа бет алды, кемелденіп жетілді. Парасатты, сабырлы да ұстамды, жомарт Әбу Бәкірдің де, жібектей жұмсақ биязы Османның да мінезі өзгерген жоқ, тек жақсы жаққа кемелдене түсті. Абай Құнанбайұлының «Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды» деген кісінің тілін кесер едім деп, кісі бойындағы табиғи мінезін түбегейлі өзгертуді емес, оны жақсы жаққа бұруға, кемелденуге болатындығын айтып отыр. Қазір Галлап атты адам бойындағы алдыға шығып тұрған негізгі қабілеттерін анықтайтын арнайы тест бар. Осы тесттен өтіп, бойыңыздағы ерекше қабілет мінезіңізді тауып жетілдіруге тырысыңыз. Асыл тас. Баяғыда бір патшаның өте бағалы асыл тасы болған екен. Бұл бұйым талайдың түсіне кіріп, ұйқысын қашырыпты. Күндердің күнінде бір кәсіби ұры асыл тасты қайтсе де қолға түсірудің жоспарын жасап, ұрламаққа бел буады. Бәрі жоспардағыдай жүзеге асып, тасты патша сарайынан ұрлап шығады. Алайда есік алдындағы күзетші ұрыны байқап қалып, артынан қуа жөнеледі. Қашып құтылмасын білген ұры қолындағы тасты көшеде ұйықтап жатқан қайыршының қалтасына сүңгітіп жібереді де, өзі әрі қарай қашады. Қашып бара жатқанда арқасынан оқ тиіп мерт болады. Ал қалтасында ең бағалы асыл тас бар екенен хабары жоқ қайыршы таңертең оянады да, баяғы тіленшілік өмірін әрі қарай жалғастыра береді. Егер қолын қалтасына салса, асыл бұйымды байқар еді. Оны сатса, байлыққа кенеліп өмірі күрт өзгерер еді. Бірақ қайыршы бұрынғы әдетіне салып, қолын қалтасына салмастан, тақыр кедей күйінде өмірін жалғастыра береді. Уақыт зулап өтіп жатады. Күндердің күнінде қайыршы да өмірден озады. Асыл тас кір басып жүрген киімнің қалтасында қала береді. Бұл қиссадан не түсіндік? Біздің тұла бойымызда асыл тас сияқты қымбат қабілет-қарымдар бар. Алла тағала адам баласына небір қасиетті тегін тарту еткен. Алайда қиссадағы қайыршы секілді көп адам өзіндегі бағалы тасын, яғни қабілет-қарымын білместен, бағаламастан, пайдаланбастан, бойындағы қазынаның кілтін тауып аша алмастан, мүмкіншіліктерін жетілдіріп дамытпастан мына жалғаннан өтіп жатыр. Ендеше, өз бойыңдағы асылыңды ашуға ұмтыл, еңбектен, ең бастысы өзіңе сен. Қалтаңа қолыңды сал. Абайдың өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап деген өсиетін үнемі есте сақта. Ұлт ретінде қазақтар, Аллаға шүкір, жан-жақтымыз. Қабілетіміз де басқалардан артық болмаса кем емес. Қазақтың қолынан түк келмейді. Қазақ еріншек дегенді доғарып, халықты оятуымыз керек. Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан кім шебер болса жалықпай, талмай ізденсе, бірігіп тізе қосып, әдіс қылса, ғұмыр бәйгесі соныкі. Қазақты тып-тыныш жатып, еріншек, еш нәрсе қылмайды деп ойламаңдар. Олар қайратты, жұмыстың бәріне жарайды. Бірақ оларды қозғау керек, дегені аса көреген пайым. Білім ал, өзіңді жетілдір. Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт оқуда.
теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз оқу. Надан жұрттың күні қараң, келешегі тұман. Міржақып Дулатұлы. Адам баласы дүние есігін ашқан сәттен бастап, өміріне керек қарапайым қажеттілікті үйренуге мұқтаж. Тамақ жеуді, еңбектеп жүруді, тіл қатып, сөйлеудің өзін белгілі бір уақыттан соң ғана үйрене алады. Адамды басқа жаратылыстардан ерекшелейтін тұсы да осы. Мысалы, жан-жануарлар дамымайды, кемелденбейді. Әрқайсысының өмір сүруге қабілет қарымы болмысында, туа бітті табиғатында бар. Оларда сана жоқ. Сондықтан олар арнайы тоқып үйренбейді. Олардың деңгей дәрежелері бір қалыпты. Төмендемейді де, өспейді де. Періштелердің адам секілді нәпсілік қуалауы жоқ. Ішпейді, жемейді, үйленбейді, көбеймейді, шаршамайды. Демек күреспейді, қиындықтармен алыспайды. Ал күрес болмаған жерде өсу де, даму да жоқ. Барша періштелердің адамды мойындап, оған бас игендігінің сыры осында жатыр. Адамды періштеден үстем еткен ең биік қасиетті, оған үйретілген есімдер, яғни білім. Адам білмеген нәрсесінің дұшпаны, әсіресе хабары жоқ нәрседен күдіктеніп, қорқады, шегіншектеп тартынады. Ал оқып біліп, зерттеп, білмеген нәрсесінің табиғатын, қыр-сырын түсінген кезде, өз-өзіне деген сенімділік, батылдық пайда болады. Көкірегі күдіктен сейіліп, қадамы нық, дауысы жарқын шығады. Білімді адамның кез келген іс-әрекеті, адаммен сөйлесу мәдениеті, ұжымды басқару қабілеті, ұрпақ тәрбиелеу жұмысы, жасаған кәсібі де өзгеше болады. Құранда білетіндер мен білмейтіндер бірдей ме делінгені де міне сондықтан. Басқа бір аятта Алла араларындағы шынайы иман келтіргендер мен өздеріне ілім берілген білімділердің дәрежесін еселеген үстіне еселей түседі. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендерінен толық хабардар деп, бұл дүниеде де, ақыретте де білімді адамдардың дәрежесі үстем болатындығы білдірілген. Имам Шафиғи: бір сағат білімнің дәмін татпаған кісі өмір бойы надандықтың қорлығына тап болады деген. Иә, білім алу тегін емес, бірақ надандық одан да қымбатқа түседі. Ендеше, ең бірінші дағды үнемі оқу, ұдайы үйрену болмақ керек. Өзіңе инвестиция салуға аянба, білімге ақша үнемдеме. Сапалы семинар, пайдалы курстарға қатыс. Абай айтпақшы, дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Білімге салынған қаражатың, жұмсаған уақытың мен қажыр қайратың саған өмір бойы пайдасын тигізетін болады. Бірақ алаяқтардың ұйымдастыратын сапасыз семинар курстарынан сақ бол. Біліммен дос болсаң, өзіңе деген сенімділік те, жетістік те көп кешікпей жаныңнан табылады. Олай болса, қандай жаста болсаң да, нендей жағдайда жүрсең де, әрдайым оқы, үйрен, білім ал. Үйрену ешқашан кеш емес. Үйрену үшін оңтайлы уақытты, ыңғайлы жағдайды күтпе. Қазір уақыт жылдам жылжуда, тез құбылуда. Барлық нәрсенің моделі сәт санап өзгеруде. Кеше ғана үйреніп білген ілімің бүгін жарамай қалатын дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Ендеше оқуды, үйренуді тоқтатпа. Әр күнің жаңа нәрселерді үйренумен, білім көкжиегіңді кеңейтумен өтсін.